Бәріне сәлем достар, сендермен Казмастер. Бүгінгі видеода мен топ 4 лайфхак жасап көрсетемін. Міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчикті басып кет. Не үшін? Себебі менің видеоларымда ең бірінші болып көру үшін. Достар, осы видеоға тез 10 лайк жинап тастайық. Сонда келесі видео көп күттіртпей тез шығатын болады. Бәрі де сенің қолында. Ал біз бастаймыз. Бірінші лайфхагымыз, егер де сендерде стилус болмаса, бірақ керек болып тұрса, қорықпаңдар. Біз ең оңай жолын таптық. Әрбір үйде осындай батарейка бар деп ойлаймын. Міне стилусымыз дайын. Тексеріп көрейік. Мінекей достар, стилусымыз өз жұмысын керемет атқарып тұр. Достар, егер де сендердің зарядкаларын тез үзіліп қала беретін болсақ, біз оған лайфхак таптық. Бізге кез келген автомат ручка керек. Нақтырақ айтсақ, оның пружинасы керек болады. Мінекей достар, енді біздің зарядкамыз ұзаққа шыдайтын болды. Міндетті түрде лайк басып кетейік. Қазір мен осы крышкадан подставка жасайтын боламын. Ол үшін канцелярский ножды алып, экранда көріп тұрғандай крышканы кесеміз. Дәл солай екінші жағында кесетін боламыз. Мінекей достар, біздің подставкамыз өз жұмысын өте жақсы атқарып тұр. Достар, егер де сендер өз чехолдарында жаңартқыларының келсе, онда бізге сағаттың ремені керек болады. Оны өздерің қалағандай чехолға қойып, термоклеймен жабыстыратын боламыз. Мінекей достар, біздің чехолымыз өте әдемі және қолға да ұстауға ыңғайлы болды. Достар, бүгінгі видеода аяқталды. Соңғы кездері менің каналымнан активності түсіп кетті. Сондықтан оны көтеру үшін сен арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, осы видеоға лайк басып, кемінде 3-4 комменттен жазып кетейік. Сонда активность көтеріледі және де достарына да таратыңдар. Ал мен Казмастер, сау болыңдар.